Қайырлы күн, бірінші курс магистранттары. Басқару психологиясының кезекті дәрісін назарларыңызға ұсынамыз. Дәріс тақырыбы басқару іс-әрекетіндегі перцептивтік процестер. Жоспары: коммуникативті қызмет, коммуникация типтері, коммуникативті процесс пен оның кедергілерінің нормативтік құрылымы. Қатынасу, тілдесу, қатынасушының екеуіне де ақпараттың түсініктілік шарты орындалған кезде бір қатысушыдан екінші қатысушыға ақпаратты жеткізудің екі жақты процесін айтамыз. Екі немесе одан да көп адамдардың әлеуметтік психологиялық өзара әрекет ету процесін айтамыз. Коммуникация латын сөзінен алғанда байланысымен, қатынасымен, қатысым деген сөздерді білдіреді. Адамдардың танымдық еңбек процесінде қатынас жасау, пікір алмасу, ой бөлісу, олардың бір-бірімен әрекет жасауының айрықша формасы болып табылады. Азаматтық коммуникацияның хайуанаттар коммуникациясынан басты ерекшелігі оның тіл арқылы жүзеге асырылатындығымен негізделеді. Коммуникация типтері: интратұлғалық коммуникация. Бұл дегеніміз тұлғаның жеке ойлау, яғни адамның өз-өзіне сөйлесуі. Тұлға аралық коммуникация. Бұл екі адам арасындағы әңгіме. Топтық коммуникация. Бұл шешім қабылдау барысында туындайтын, арасында өздерінің лидері бар шағын топты айтамыз. Қоғамдық коммуникация. Бұл ресми түрде тұлғаның қоғам алдында тұрып сөйлеуі. Ұжымдық коммуникация. Бұл жұмыс бабына байланысты туындайтын әріптестер арасындағы коммуникацияны айтамыз. Ақпараттық коммуникация. Бұл ақпарат құралдары мәдени құндылықтарға қатты әсер етеді. Мәселен, қыз балалардың киіну стильдері және тағы да басқа. Келесі: тұлғалық және әлеуметтік ақпараттық құралдар. Бұл деп отырғанымыз техниканың дамуына байланысты ақпараттық құралдар адамдар арасында коммуникацияны одан әрі жақсарта түсті. Мәселен, ғаламторда, қоғамдық желілерде қолдану арқылы адамдар тез әрі тиімді түрде коммуникацияға түсе алады. Мәдениетаралық коммуникация. Бұл екі түрлі мәдениет иесінің арасындағы қатысымды айтады. Лоретта коммуникацияның үш түрлі үлгісін көрсетеді. Біріншісі сызықты үлгі. Бұл 1948 жылы Хоралд Ласвелл коммуникациясының сызықты түрін анықтайды. Кім айтты, нені, қандай жолмен, кімге, қандай нәтижемен айтылды деген схемамен жүргізіледі. Бірақ 1979 жылы Клаудио Шанон және Варен Вивер бұл үлгіні өңдеп, дыбыстық коммуникацияны қосты. Себебі адам сөйлегенде интонация арқылы адамның ойын түсінуге болатындығын дәлелдеген болатын. Келесі үлгісі өзара белсенді үлгі. Яғни бұл 1955 жылы Вильбурм Шрам коммуникацияның екінші үлгісін бейнеледі. Егер адам коммуникацияға түскенде ақпаратты алып қана қоймай, оған кері жауап қайтарады. Үшіншісі транзакциялық үлгі. Яғни коммуникацияның екі үлгісінің болғандығына қарамастан, 1997 жылы Вуд үшінші үлгіні ойлап тапты. Вудтың айтуынша, коммуникация алма-кезек болуы мүмкін емес. Яғни бірінші адам сұрап, екінші адам жауап қайтарумен шектелмейді. Сонымен қатар адам коммуникацияға түскенде бірін-бірі күтпей сөйлесе береді. Сондай-ақ мұнда сыртқы дыбыстық әсерлер коммуникацияның мазмұнының өзгеруіне әсер етеді. Демек, коммуникативтік актіде белгілі бір мазмұнны, бір информацияны тіл арқылы алып беру әрекеті іске асады. Демек, қарым-қатынас барысында информация А есімді коммуниканттан Б-ға көшіп, керісінше Б А-ға жауап қайтару немесе лебізін айту негізінде ауысып отырады екен. Коммуникациялық кедергілердің түрлерін атап өтейік. Біріншіден, фонетикалық кедергі. Адамдар әртүрлі тілде, диалектте немесе ишара арқылы сөйлегенде пайда болады. Сөйлеушінің тілі реңкі жоқ, тез, жаңылтпаш, қажетсіз сөздер толы болған кезде де түсініспеушілік кедергісі туындайды. Семантикалық кедергілер. Бұл яғни жаргон сөздерді қолдануды айтамыз.
Ортақтасуға қатысушылардың өзіндік шағын мәдениеттерінде ұғымдар мен құбылыстардың ерекше мән-мағынасы болады. Келесі стильдік кедергі. Бұлар коммуникатор мен реципиенттің тілдік стильдері бір-біріне не тілдің стилі ортақтасу жағдайында көңіл-күй сәйкес келмеуі мүмкін. Және де логикалық кедергілер. Сөйлеушілер мен тыңдаушылардың қабылдау логикасы, дәлелдеу жүйесі әртүрлі болғандықтан пайда болатын қоғамда логикалық жүйелер өте көп. Назарларыңызға бекіту сұрағы ұсынылады дәріс соңында. Бекіту сұрақтарына назар аударып, кері байланыс жасап, жауап беру сіздерге ұсынылады. Сонымен бірге назарларыңызға қолданылған әдебиеттер, дәріс барысында қолданылған әдебиеттер ұсынылады. Назар қойып, тыңдағандарыңыз үшін алғыс білдіремін.